Жолдан араласқан қырғыз жігіті 2-3 күн жүргеннен кейін шешіліп, сөзін айта бастады. Мұңы шерлі, шарасынан асқан көз жасқа толы екен. Басында біздің ішіміздегі манаптар орысқа адалдығын дәлелдеп, Кенесарының басын кесіп апарды. Шындығында Кенесары ақылының аздығынан емес, ерлігінің кемдігінен де емес, қасындағы өзіне ерген жандардың сатқындығынан майып болды. Сатып кеткен қасындағы батырлар, мына ұлы жүздің батырлары, тастап шығып кеткеннен кейін, еріксіз өз еркімен қолға түсті. Бауыры Наурызбаймен екеуі шын батыр, қас батыр екендігін көрсетті сабаздар. Бірақ оны ұғынатын, түсінетін сана қырғыздың ішінде болмады. Амал не? Бөлшектеп бөлініп құрыған жұрт өзінің әлсіздігін ешқашан өзінен көрмейді ғой. Өзгеден, басқадан көре беретін анық. 2 ай Кенесары мен Наурызбайды қолына ұстады қырғыз. Мынандай көкбөрінің тұқымынан, қара көктерден тұқым алайық деп, қойындарына қырғыздың небір хас сұлуларын салды. Бірақ екеуі де ер туған, тағының бөрілері тектес, текті ерлер, қасына жатқызылған қырғыздың сұлуларына көз салып та қараған жоқ. Одан сайын суық түстеніп, астан бас тартып, ішіп жеуден қалып, 5 уақыт намаздарын оқып, өздерімен өзі бір әлемге, азат әлемге еніп, тағдырына бастарын тігіп, өлеусіреп жанып, көз алдымызда өліп бара жатты. Мен сондағы бір манаптың қосшысы едім. Қырғыз өз ішінен 2-ге жарылды. Біреуі бұл бәрібір өз қолымыздан өледі екен, одан да қоя берейік десе. Екіншісі жоқ, қоя берсек, қайта өзімізге шабады, өлтіру керек деп шешті. Аяғында есерлер, солардың дегені болып, Кенесарының басын шапты. Кенесары хан басын шабар күні, өзі білгендей, аппақ боп қуарып, түсі қашып, келсең кел деп қорықпастың кейпіне еніп алған екен. Сол күні түс әлетінде басын алатындығын айтқан кезде, бауыры Наурызбай, мені де бірге өлтіріңдер деп қалды. Бүкіл қырғыз манаптары жиылып алып, қарқ-қарқ күліп, тамаққа тойып ішінді. Алдындағы жал жаяны Кенесары мен Наурызбайдың алдына апарғанда керек те қылған жоқ. Басқа бір ерліктің, өрліктің патшалығына көз салған, көзсіз ерлер маңайдағы даурықпаға мән беріп те қарамай, үнсіз өздерімен өзі екен. Артынан намаздарын оқып, жуынып шайынып, басын шапаққа шығарғанда анық дайын еді. Содан соң сыртқа шығардық. Еңсегей бойлы 2 азамат бастарын шабар тұста бірін-бірі жымиып құшақтады, жылаған жоқ. Мені өлтір, мынаны қалдыр да деген жоқ. Неге болсын көнген, неге болсын басын тіккен жандар екен. Ең бірінші Кенесарының басын шапты. Наурызбай байлаулы қалпымен қарады да тұрды. Көзінен жас ағама, мүмкін, бір шіміркеніп қалама деп едік, жоқ, дыбыс берген жоқ. Мынау түздің тағысы, қасқырдың жон терісін сыпырып жатқанда, азуын ыржитатын секілді, басқаша бір күреңді түрменен тұрды да қойды. Содан соң Наурызбайдың басын шауып алып жеке қойдық. Екеуінің де көздері ашық қалпыменен, маңайына суық қабақпенен қарап қалған екен. Қан басқан ұлы кеуделерін әкетіп бара жатқанда, біздің ішіміздегі шайқы бұрқы, арғы жақ тегі кім екені белгісіз бір ит бар еді. Сол жүректерін көріңдерші, осылардың жүректерінде түгі бар ма екен деді. Ескіріктің уына масайып қалған жұрт
ұлы кеудедегі қос жүректі суырып алды. Иә, жүректе түк болады екен, мұндайды кім көрген? Қос жүректе қарапайым адамның алақанына салатындай түк тұрды. Мен мұндайды алғаш көру. Сәлден соң, жаздың күнінде ағыл да тегіл боран соқты. Бұл қырғыздың жайлауында болмаған дүние. Бораннан соң әппақ қар жауды. Ел, әркім өзімен өзі әуре боп, екі бас сыртта қалды да қойды. Содан соң орысқа жағам, содан сыйлық аламыз деген қырғыздың манабы Кенесарының басын орап алып Ресейге